Сәлем достар, сіздермен бірге жалпы тәжірибелік дәрігер Нұрманова Асия. Бүгін сіздермен бірге біз тісті қалай қартайғанша сақтаймыз, сол туралы айтатын боламыз. Ол үшін менің видеомды до конца қараймыз, лайк басып, комментарий жазамыз. Ал кеттік. Тісті қарайтын болсақ, кейбір адамдардың тісі әппақ болады, ешқандай кариес түспейді, генетически әппақ болады. Ал кейбір адамдардың тістерін қарайтын болсақ, яғни олар кариес болады, бірінен соң бірін емдете береді, сонда да кариес түсе береді. Яғни бұл генетикаға байланысты болып келеді. Яғни адамның минерализациясына және де жаңағы тістегі ауыздағы слюнге байланысты, яғни сілекейге байланысты тұқым қуалайды. Ал енді біз тісті сақтауымыз үшін не істеуіміз қажет? Біріншіден біз тісімізді күнделікті жуып отыруымыз керек, ол элементарный нәрсе. Енді біз есімізге түсірейік, біз тісті не үшін жуамыз? Біз тісімізге кариес түспесін, тағы басқа деп жумаймыз. Біз тісті жуамыз, біз тістегі қалып қойған тамақ қалдықтарынан арылу үшін жуамыз, Енді қараңыз. Сіз тамақ іштіңіз делік, Тамақ іш болғаннан кейін бізде не деп айтады? Тамақты холодильникке салып қой, а то ашып кетеді деп айтып жатады, Тамақ 2 сағат, 3 сағат столдың үстінде қалып қойса, ашып күйінде, ол не істейді? Бізде шірей бастайды, аши бастайды, жылы жерде қалып қояды, комнатный температурада, жылы жерде қалып қояды. Ал енді ойлаңыз, сіз тамақ жеп болдыңыз, тісіңізді шаймайсыз, жумайсыз, сіздің тісіңізде қалып қойған тамақ қалдықтары комнатный температуранда ауыз қуысыңыз ыстық, сол жерде не істейді шірімегенде? Әрине сізде кариес пайда болады. Сондықтан біз каждый тамақ ішіп болған сайын аузымызды ағынды суда шаюымыз қажет. Каждый прием пищи біз жуып, шайып тұруымыз қажет. Кейбір адамдар айтады, ұйқыдан тұрғаннан кейін тіс жуу керек дейді, Сіз ұйықтар алдында жудыңыз, ұйқыдан тұрғаннан кейін не істейсіз жуып? Ладно, ал жудыңыз делік. Сіз тамақ ішесіз, жұмысқа кетесіз. Жұмысқа кеткеннен кейін сіз обедте тамақ ішесіз. Получается, сіз деген таңнан бері обедке дейін есептейік қанша уақыт? 4-5 сағат дейтін сіз тісіңізді жуған жоқсыз. 4-5 сағат тісіңізде қалып қойған тамақ қалдықтары сіздің тісіңізде не істейді? Әрине шірейді. Ол жер қанша градус ауыз қуысыңыз, не только что столдың беті, комнатный температура. Сіздің ауыз қуысыңызда шірей бастайды. Кімге ренжейсіз бұл кезде? Өзіңізден басқа. Сондықтан каждый тамақ ішкен сайын аузыңызды хотя бы жумасаңыз да шайып тұруыңыз қажет. Ағынды сумен шайып отыруыңыз қажет. Ал енді зубный щетка таңдайық, Зубный щетка таңдағанда сіз мягкий зубный щетка таңдамауыңыз қажет. Яғни средний болу керек, хотя бы щетканың қаттылығы средний болу қажет. Сіздің жасыңыз 12-ден асты ма, болды, средний қаттылықта тісіңізді жууыңыз қажет. Мягкий деген ол кішкентай балдарға арналған. Жұмсақ щеткалар ол не только что налетті, сіздің тісіңіздің арасында қалған тамақтарды да шығара алмайды. Сондықтан ондай жұмсақ болса, өзіңіздің балаңызға беріңіз. Лучше өзіңіз қаттысы немесе средний қаттылығын алып жууыңыз қажет. Ал енді бізде налет болмау үшін, осы налеттің астында может кариес бар шығар. Осыны білуіміз үшін біз міндетті түрде тісімізді жылына 2 рет чисткаге барып тазалауымыз қажет. Осы арқылы біз может налеттің астында бізде кариес дамып жатқанша соның алдын алуымыз керек. Біз осы тісті емдеген кезде біз уже сіз тісіңізде күтте кариес көрдіңіз ба, соны алып тастау қажет. Яғни поверхностный кариес деп айтады, беткейлі кариес. Осы кезде тазалап алып тастасаң, сізде глубокий кетпейді, бір жағынан тісіңізде аман қалады. Сосын мына тістің дейтін жаңағы уже тереңге қарай кетіп қалған болса, сіздің нервіңізді өлтіреді. Тереңге кеткен деген сөз уже сіздің тісіңіз ауыра бастайды, Тісіңіз ауырса, уже сіздің нервіңізге уже тиді деген сөз. Кариестер тісіңізге барып тиісті. Значит, ол жерде сіздің нервіңізді ғана алмайды. Айтады, мен нервіңізді алып тастадым дейді. Бұл жерде сізге келіп тұрған қан тамырлардың бәрін алып тастайды. Қан тамыр бізде не істейді? Яғни қоректік заттардың бәрін сол тіске қарай апарады. Қан тамырда бармайды, нерв та жоқ. Тісіңізді тазалайды да, ортасына пломбаны салып береді. Сосын не істейді? Уақыт өте келе тісіңіз үгітіле бастайды. Потому что ол жер просто так тұр. Ол жерге қан тамыр жоқ, ол жерде нерв жоқ. Не істейді тісіңіз? Тісіңіз үгітіледі, конечно. Сондықтан уже беткей кариес бола бастайма, тісіңізді міндетті түрде лечениеге баруыңыз қажет. Бір жағынан бұның плюсы, лечение сізге арзанға шығады. Және де тісіңізді сақтап қаласыз уақытылы. Енді қараңыз, сіз кариес таптыңыз ба, тісіңізден міндетті түрде емдеуіңіз қажет. Емдеген кезде қасында
жаңағы бірге контактный болып кетпес үшін уақытылы емдесеңіз, контактный кариес болмайды. Контактный кариес деген уже екінші кариес, жаңағы кариестер екінші тіске қарай кетіп жатыр. Сонымен қатар қыз-келіншектер босанғаннан кейін монодиета ұстамай, кальцийге бай тағамдарды ішуіміз қажет. Кальций ішуіміз қажет, яғни өзіміздің тісімізге пайдасын келтіруіміз қажет. Айтып жатамыз, босанғаннан кейін тісім уже ауыра бастады, жүктілік кезінде тісім ауыра бастады. Конечно, біздің организмдегі бүкіл витамин бала жасауға қатысып жатыр. Кальцийларымыз балаға кетіп жатыр. Өзімізге сырттан кальций түруіміз қажет. Яғни жүктілік кезінде кальцийді енді көп іше беруге қажеті жоқ, өйткені баланың еңбегі артып кетеді. Босанғаннан кейін кальцийге бай тағамдарды ішуіміз қажет. Кейбір келіншектер айтады, менің аяғым ауыр, маған тіс емдеуге болмайды дейді. Тіс емдеуге болады, әрине 12 аптадан асса тісті лечение жасалынады. Яғни бұл кезде укол салып лечение жасайды сізге. Кейбір әйелдер бар, маған жоқ болмайды дейді, 9 айға дейін тісін емдемейді. Сосын әрине босанғаннан кейін тісте кариес глубокий болып кетеді, тісі түсіп қалады. Сол үшін сіз жаңағы 12 апта болды ма береміз, міндетті түрде тісіңізді емдеп алыңыз. Потому что босанғаннан кейін тағы сізде кальций шайылады. Сол үшін уақытылы тісіңізді емдеп алуыңыз қажет. Енді сіз тісіңізде кариес таптыңыз ба, міндетті түрде жақсы клиникаға баруыңыз қажет. Қазір дамыған заман, инстаграмдарын қарайсыз, отзывтарын оқисыз, тугисте отзывтар бар. Осының бәрін оқып, сіз баруыңызға болады. По отзывы барасыз, Енді қараңыз, сіз барған кезде советский қылып емдемеу қажет. Яғни қазір кофердам деген бар. Осы кофердамды тісіңізге қояды. Яғни тісіңізді басқа тістерге контакт болмау үшін. Точнее, сіздің слюніңіз сол жерге емдеп жатқан тіске кетіп қалмас үшін. Потому что слюннің ішінде не бар бізде? Бактерия бар, кариес бар, Осы слюн сіздің емдеп тазалап, бәрін тазалап қойды тістің ішін. Соның ішіне нечаянно слюн кетіп қалса, сіздің басың келіп пломбамен жауып тастайды, конечно, сізде қайталанады кариес. Өйткені кариестің уже бактериялар кетті, ана ішін қайттан шіртеді. Сондықтан қазіргі дамыған заманда кофердам деген бар, сол жерге барып, сондай клиникаларға барып, тісіңізді емдетуіңіз қажет. Сосын тістің түбін емдеген жағдайда дұрыс клиникаларға барған дұрыс. Өйткені сіздің дұрыс емес емдеген жағдайда тісіңіздің астына киста пайда болуы мүмкін. Сондай проблема керек емес болса, дұрыс, қымбат клиникаларға жүгінгеніңіз дұрыс. Яғни бұл жерде сіз 2-3 зарплатыңызды тастап кетесіз, 2-3 айлық зарплатыңызды. Зато қайтадан келмейсіз. Қайтадан келіп, қайтадан лечение жасап жүрмейсіз. 2 есе шығын қылмайсыз, уақытыңызды экономдайсыз. Сондықтан дұрыс клиникаға баруыңыз қажет. Келесі коронки жөнінде айтайық, Арзаны бұл металлокерамика. Бірақ бұны қойдырған нежелательно. Яғни бұл уақыт өте келе қарайып көрініп тұрады. Именно десныға жақын жерлері қарайып тұрады. Ол еще тіске деген толығымен жабысып тұрмайтындықтан, ол коронканың ішіне келеді да тамақ түсіп кетеді. Соның әсерінен ол ішінен шірей бастайды. Нервісі жоқ тіс болғаннан соң, ол ауырмайды, бәрібір жүре бересіз. Сосын бір күні оны шешкеннен кейін тісіңізден дым жоқ болып кетеді. Одан кейін барып сіз имплант қоюға көнесіз. Ең дұрысы қазіргі кезде ол керамика. Біріншіден ол компьютер арқылы дәлдікпен жасайды, екіншіден ол тіске барып жақсы орналасады, яғни плотно орналасады. Ішіне келіп нелер, кариестер, немесе тамақ қалдықтары түсіп кетпейді. Яғни бұл керамиканы дұрыс қойса, онда бұл 20 жылға дейін тұрады, яғни 20 жылға ұмытасыз. Келесі имплант жөнінде айтайық, Имплант қондыру бұл, яғни тісі жоқ кезде қондырылады. Көбінесе тісіңізді емдетуге тырысыңыз, тісіңізді сақтап қалуға тырысыңыз. Мысалға, бір жерге барғанда тісіңізді жұламыз, имплант қою керек дейме, келесі жерге барыңыз. Может, ол жер барып емдейтін шығар. Может, ол жердің врачы басқаша көріп тұрған шығар. Лучше жағын іздеп табыңыз. Бір врач айтты деп көне салмаңыз. Сіз екіншісіне барыңыз, басқа клиникаға барыңыз. Неше түрлісіне барып көріңіз. Ал енді сіздің тісіңізді жұлған жағдайда сіз әрине имплант қойдыруыңыз қажет. Имплантты уақытылы қойдырып тастау қажет. Яғни уақытылы қойдырмасаңыз, ол жердің еті қашады, ол жер уже ескіреді былай айтқан кезде, одан кейін барып ол жерге имплант қою қиын болады. Әрине қояды, бірақ оның жұмысы көп болады, сіздің таңдайыңыздан етті алып қондырады. Сондықтан уақытылы емдеген дұрыс.
Сосын имплант қондырғанда ең дұрысын, ең қымбатын қондырған дұрыс, потому что бұл сіздің әрі қарай өміріңізге қажетті зат, яғни әрі қарай түсіп қалмай, оның қажалмай дұрыс орналасуы үшін ең қымбатын дұрысын орналастырғаныңыз дұрыс. Сондықтан тісімізді уақытылы жуып, уақытылы шайып отырсақ, біздің ешқандай тісімізде проблема болмайды. Ал егер сізде генетикалық тұрғыдан болатын болса, әрине тісіңізді әрбір ай сайын қарап, ешқандай кариес түспеді ма, соны бақылап отыруыңыз қажет. Сонымен қатар, жылына 2 рет болсын, біз чисткаға баруымыз қажет. Осы арқылы біз тісімізді қартайғанша күте аламыз. Менің каналым ұнаса, видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Дәлелді медицина бойынша ақпарат алғыңыз келсе, дәлелді медицина бойынша нағыз ем шараларды білгіңіз келсе, менің каналыма тіркеліп кетіңіз.